Қайырлы күн достар. Бүгін баклажаннан өте дәмді әрі жеңіл тағам дайындайтын боламыз. Тағам духовкада пісіріледі. Тағамды дайындау үшін бізге баклажан, қызанақ, пияз, жұмыртқа, сыр қажет. Әуелі бір жұмыртқаны жарып, ақуызы мен сарысын жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне ұсақтап туралған пиязды қосамыз. Қалауымызша тұз саламыз. Бош қосамыз. Барлығын араластырамыз. Содан соң баклажанды алып, ұзыннан бас жағын қалдырып, бірнеше бөлікке бөліп, гармошка тәрізді кесеміз. Арнайы ыдысқа салып, кесілген бөліктердің барлығына жұмыртқаны жағып шығып, үстіне пиязды бөліп саламыз. Баклажанның кесілген әр бөліктеріне қызанақ, пияз, сырды ретімен қойып шығамыз. Үстіне қалған массаны құямыз. Содан соң қызып тұрған пешке 200 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Тағамды ыстық күйінде ұсынуға болады. Міне достар, өте керемет, дәмі ерекше тағам дайындалды. Каналыма жазылып, лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.